Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сүзбе қосып жасалатын бисквитті рулет дайындаймыз. Қолжетімді заттармен үй жағдайында тез дайындалатын өте дәмді рулет. Менімен бірге болыңыздар. Бірінші салмамызды дайындаймыз. Сүзбеге қант, крахмал, қаймақ, жұмыртқа саламыз. Блендермен езіп араластырып аламыз. Видеода қаймақ қосылған көрсетілмей қалған екен, сіздер міндетті түрде қосыңыздар. Блендермен жақсылап езіп аламыз, біркелкі қылып. Әзірше қойып қоямыз. Енді бисквитті жасауға кірісеміз. Бисквитімізге қосатын заттарды алдын ала өлшеп алдым. Ұнымызға какао және қопсытқыш салып араластырып аламыз. Құрғақ ыдыс салып, ақуызды құямыз. Қантты біртіндеп сала отырып миксерлейміз. Бастапқыда төменгі жылдамдықпен араластырамыз, одан кейін ең жоғары жылдамдыққа дейін көбейтеміз. Миксерлеуге 5 минуттай уақыт кетеді, және ақуызымыз 2 есе ұлғаюы қажет. Видеода көрсетілгендей осындай болуы керек. Осындай іздер пайда бола бастайды, сол кезде тоқтатамыз. Дайын болған ақуызымызға сарыуызды саламыз. Сүт, сұйық май құйып араластырып аламыз. Онды біртіндеп аз-аздап саламыз. Бірден барлығын салуға болмайды. Дайын болған бисквитті қоспамыз әзірше қоя тұрамыз. Лист алып, пергамент төсеп, сүзбені жағып шығамыз. Бетіне шиені кесіп салып шықтым. Бұлай қою міндетті емес. Үстінен бисквитті қоспамызды құйып шығамыз. Қыздырылған пеште 15 минут пісіріп аламыз. 15 минуттан артық ұстамаңыздар, құрғақ болып кетуі мүмкін. Бисквитіміз дайын. Бетіне пергамент төсеп, кері аударып аламыз. Астындағы пергаментті алып тастаймыз. Видеода көрсетілгендей орап шығамыз. 30 минутқа тоңазытқышқа суытуға қоямыз. Суыған рулетімізге пропитка жасаймыз. Жылы сүтке какао араластырып, видеода көрсетілгенде құйып шығамыз. Пропитканы рулет құрғақ болмау үшін жасаймыз. Бетіне қант ұдағын сеуіп әсемдейміз. Мен шие қойып әсемдеп шықтым. Сіздер өздеріңіз қалаған жеміс-жидекті қойсаңыз болады. Видео ұнаса лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Соңына дейін тамашалағаныңызға рахмет.